Дәнекер. Іште іркілген ойдың толғағы жетіп, дегбіріңді алғанда оны сыртқа шығару үшін тыңдар құлақ өзіңдей түсінбесе де, байыбына барып ұғынуға тырысар сана иесін іздейсің. Әзіретберген біраздан бері көңілінде шатқаяқтап жүйкесін жұлым-жұлым етуге айналған жан сырын мұқтажын кімге айтарын білмей, бір шама әуре болды. Күндіз-түні жадынан жарты елі ажырамай, санасына желімделіп қалған әлгі ой мазасын алып ақ бітті. Ол не де болса әр нәрседен хабары мол, қақ-соқпен ісі жоқ, көзін ашқалы аралас-құралас келе жатқан әрі қатары әрі ағайыны көршісі Қозыбақты әңгімеге тартуға тоқталды. Оның Қозыбақтан басқа ақылдасар тұсасы да жоқ емес. Бұл жайында олар әлі-ақ естиді де. Бірақ ойындағысын жөн жосығымен абыройға нұсқан келмейтіндей етіп талқылауды осы құрдасынан бастауы дұрыс көрген. Әзіретберген кеш түсе, жайылымнан келген уақ малды жайғап жүрген немерелеріне бас көз болғансыды да Қозыбақтікіне келді. Бұған дейін де бұл әңгімені Қозыбаққа айтпақ болып сан рет тоқталған. Алайда мұз үстінде тұрғандай тайғанақтап, кібіртіктеп бір шешімге келе қоймаған. Міне бүгін жүрек суын доғарып, ойындағысын ашық жеткізбек. Жаздың жылы маңдайды желпіген желтеңі кешінде Қозыбақ сиыр сауып отырған кемпірінің жанында таяғына сүйеніп тұр екен. Құрдасымен бір күннің ішінде бірнеше рет кездесіп, әңгіме дүкен құрысып, тонның ішкі бауындай араласып, құраласып жүрсе де, дәл бүгін Әзіретбергеннің Қозыбаққа тура қарауға батылы жетпеді. Көңіліндегі дітін айтар сәт туғанда, бір түрлі ыңғайсыз күй кешкен Әзіретберген оны шетке алып шықты. Қозеке, айтарымды айтып алсам да өзіңізден қысылыңқырап тұрмын. Қатар болсақ та бір-бірімізге қалжың айтып, қысыр сөзге бармаппыз. Өз ойыңызды білдіріңіз. Мен ғана шешетін іс емес, бір қауым елміз. Көмейден шыққан сөзді ел естімей тұрмайды. Басқа ағайындармен де ақылдасармыз. Ең алдымен сізбен ойласып алғанды жөн көрдім деген Әзіретберген бастапқы кібіртіктеуінен арылып, өзін еркін ұстады. Мұның ешқандай яты жоқ Әзеке. Маған салсан құба-құп. Қалт-құлт етіп кәрілікке жеңдіре қойған жоқсыз. Естіген жұрт естір. Өз басында болмаған соң күлер. Әжуалар, түйсігі барлар түсінер деп, Қозыбақ шақшасынан алақанынан насыбайын төкті де, қалтасынан мақталып оған насыбай түйіршіктерін орап, ерніне қыстырды. Айтпақшы, балаларыңыз не дейді? Оларға бұл жайында айттың ба? Жоқ, өзім қалай айтпақпын. Үлкен ұлым Темірбек түсінер, ал қалғандары келсе қоймас. Оларға бұл қадамның желіккеннің іс емес, мәжбүрліктен туындап отырған тіршіліктің әрекет екенін менен гөрі сіз түсіндірсеңіз дұрыстырақ болар еді. Жарайды, бұл жағын реттерміз. Ал енді көз тігіп сөз салмаққа ыңғайланып жүрген ұзын етектіден біреу-міреуіңіз бар ма? Мәселенің ең бастысы осы ғой деп, Қозыбақ жүзіне күлкі үйіре Әзіретбергенге қарады. Әзірге ауыл аймаққа жөні келіп тұрған ешкім жоқ. Мына көрші ауылдағы Нұрғабылдың қарындасына емеурін білдірсек қайтеді. Өзінің пұшпағы қанамай, ерден шығып ағасының үйінде отырғанына да біраз болыпты. Жасы 50-ден асып қалған деп естимін деді Қозыбақ. Гүлшаран айтып отырсын ғой. Иә, соның жөні келіңкірейді. Маған жасынан гөрі егделеу тартқаны дұрыс. 60-тың жетеуіне келген маған жас ес құшып, жігітшілік жасау не теңім. Әйтеуір белі бүгіліп, жүріп тұруы қиындағанда, құмғанымның суын жылтып, төсегімді қалыңдата салып, күтіміме жараса болғаны да, талайлар мен секілді кәрілік деген үңгірдің аузында тұрғанда, кемпірі қайтыс болған шалдарының өзіне серік іздеуін желіккендік алжығандық деп күстаналап жатады. Ал ар жағында басқа сыр жатқанмен жұмысы жоқ. Қозыбақ оның сөзін басын ези қоштады да, иә, жас кезімізде қариялардың құдай жанымды кемпірімнен бұрын ал, келінге етегімді аштыра көрме деп тілейтіндерін жиі еститінбіз. Енді бұл өзіміз айтатын болдық. Келін мен баланың күтімі кемпіріңдікінде қайдан болсын деді де, сіздің егдесінен гөрі жастауына ұрынғаныңыз дұрыс. Жасамысы ертең өзіңізбен бірдей ыңқылдап-сыңқылдап жүрсе қайтпексің. Әзірге қыз таңдауды қоя тұрып, балалардың келісімін алайық. Сосын елші ғой, бір теңіміз табылар деп, Әзіретберген кетуге ыңғайлана берді. Қозеке, балаларға құлақ қағыс ету сіздің еншіңізде. Оған алаңдамаңыз. Әлі де ақылдасармыз деп, тұстасын шығарып салды. Әзіретбергеннің 3 ұл, бір қызы бар. Кенже ұлынан басқасының бәрі аяқтандырып, көңілі жайлана бергенде кемпірі бұл дүниеден қайтып, пішаймен жеп қалғанды. 70-ке тақап қалғанда серігінен айырылған ақсақалдың кемпірін қара жердің қойнына бергеніне
1,5 жылға жуықтаған. Кемпірін жерлеген күннен бастап Әзіретберген жалғызсырап, 50 жыл отасқан серігінің орны ойсырап, үңірейіп қалғанын бірақ сезген. Кемпірі қыжымкүл өзімен түйеде жасты болатын. Байқұс сөзге сараң, томаға тұйық жан еді. Күйеуінің қас қабағына қарап, келін жұмсап отырса да шалының кір қоңын өзі жуып шайып, басқа күтімінде де барынша көңіл бөлетін. Аялы да үйреншікті алақанның жылуын аңсаған Әзіретберген қыжымкүлдей болмаса да, оның орнын жоқтатпауға тырысатын әйел затының қажеттігін түсінді. Қозыбаққа бүгін сыр беріп айтқан әңгімесінің төркіні осыған байланысты еді. Әзіретбергеннің үлкен ұлы бұл күнде 4 баланың әкесі атанған Темірбек шаруасын күйттеп, өз шаңырағымен Бархындыда жеке отырған. Темірбек үйіне қарай келе жатқан салт аттының кім екенін ажырата алмай тұрды да, жақындай түскенде барып жолаушының астындағы жирен қасқа атынан тани кетті. Қозыбақты бұл үйдің иттері ат-батымен талап жеп қоярдай шабалана ұрып қарсы алды. Темірбек төбеттерін тыйып тастап, қариямен амандасты да, әзілің жарасса атаңмен ойна демекші, үлкенмен де кішімен де әзілдесіп, сөзімен түйреп, қалжың сөзге келгенде таптырмайтын әдетіне салып, ит біткенді шулатып жүрген сіз екен ғой, қай бала екен десем деп, Темірбек күле тіл қатты да, іле Қозыбақтың қолынан шылбырды алып, анандай жердегі қадаға атты, қаңтара байлап ер тоқымын тартпасын босатып қойды. Жайшылықта әзілге жоқ Қозыбақ Темірбектің қалжығына сөзіне орай, немене, үйіңе келе жатқан жанды бездіріп жіберу үшін ит айтақтайтын болғансың ба деп әзілдей сөйледі. Ит иттігін жасамай тұра ма? Жаратушы пәрменімен итке таңылған міндетті өзгертуге иесінің шамасы қайдан келсін? Ит үреді, иесі айтақтайды. Ойда қырда екеуінің де міндет жетіскен екен. Жетіспей тұрған бірақ нәрсе бар. Ол әупілдеп үргенмен бітірген ештеңесі жоқ иттердің балтырдан алып азуын батырмағаны. Итінің мені талып тастамағанына көңілің толмай тұрғаннан саумысың? Ой көке, әзілдеген түрім ғой, деген Темірбек жауаптасудан тыйылып, Қозыбақты дөңестеу жерге тігілген киіз үйге бастады. Темірбектің үйіндегі келін Бәтима, шай әкелгенше қарапайым тоңазғыш, дымқыл шұңқырға салқындығын сақтап тұру үшін қойылған местегі көженің суынан шөлін басқан Қозыбақ аяғын созып жамбастай жатты да, жас өскін балалардың сыртта жүргенін пайдаланып, Темірбекке жолаушылап келуінің мәнісін айта бастады. Қозыбақтың жай ғана әлдебір тірліктермен өтіп бара жатып шөлін басу үшін соқпағанын, өзіне қатысы бір жайдың барын сезген Темірбек енді үн қата берген қариядан рұқсатын сұрай сөзін бөліп, қазан ошақтың басында жүрген әйеліне даусын көтере, «Әй Бәтима, қазанға ет сал, итпен құсақта құтыла алмаған қонақтың үйде отырғанмен ісің бар ма өзіңнің?» деп әзілкештігіне басып күле сөйледі. Тыстан әйелінің мақұлдаған жауап естілді. Қозыбақ, «Әй Темірбек, осы сөзің кімге тартқансың? Әкең мен шешеңді жақсы білеміз. Не де болса сол нағашы жұртыңда қу түлкідей қутыңдаған біреу бар ау» деп кеңкілдей күлді. «Қазан көтеріп ет асам деп әуре болмаңдар. Келген бойда бір қойдың басын мүжіп кетесі десең, бір басқа, сенің сүр болып қалған кәрі қойыңның етінен кемпірімнің сылдыр сулы сорпасы артық. Етіңді асып өзің жей бер. Маған шай пәйіңді берсең сол да жетеді. Көке, сізге бір қойдың басын мүжте алмасам, айдалада несіне қаңғып жүрмін. Үй маңында пышаққа ілінерлік қой жоқ. Кешкісін мал өрістен келген бетте ең таңдаулысын сойып, сыбағаңызды әп сәтте алдыңызға тартамыз. Әйтпесе қазір-ақ біреуін өңгеріп келе қояйын деп, Темірбек орнынан көтеріле беріп еді, басып қайта отырғызды. Шырағым, біздікі сөздің сірағасы ғой. Мына тұрған ауылдан осы жерге дейін 15 шақырым. Сол қашықтықтың өзін басып өтемін деп, денем ауырсынып отыр. Шайыңды ішіп келген ізімен ауылға қайтамын, деді Қозыбақ. Сыбағамызды арнай келіп жермін, немесе кісі жіберіп шақырарсың. Бүгін менің саған айтпақ шаруам бар. Келінді шақыр, ол да тыңдасын. Көке, әйтеуір тыныштық па деп, Темірбек тосын хабар күткендей жаңағы көзіндегі ойнақылық, ізім қайым жоғалып Қозыбаққа тіке қарады. Еттестерден біреу-міреу қайтыс болса, 3-4 ауыл ақсақалы қатын қалаш жиналып келіп естіртуші еді ғой. Бірақ Қозыбақтың шәнейіп жатысына қарағанда жаман атты ештеңе байқала қоймайды. Бәлкім, Бәтиманың ет жақындарынан бірі, әлде әкесіне жамандықты естіру үшін көлік таппай, барлығы араларынан Қозыбақты жіберді ме екен, дегендей сұрақтар қаумалаған.
Темірбек: «Әй Бәтима, мұнда кел» деді. Темірбектің үрейленуінің әлдебір тосын хабардың алдын ала белгі берместен жай түскендей бірден көрсете қалатынына өткен жылы шешесі қайтқанда көзі жеткен. Апасының бұл дүниеден қайтқанын естіртуге бір машинамен топтала шыққан ауыл адамдарынан бұрын екі аяқты мотоциклмен өз тірліктерімен өтіп бара жатқан екі бозбала Темірбектен сүйінші сұрағандай, амандасар амандаспастан: «Апаңыз қайтыс болды ғой, әлі естімедіңіз бе?» деп маңдайдан шоқпармен ұрғандай қойып қалғаны бар. Бүгінгі Темірбектің жайсыз жаңалық болып жүрмесе жарар еді деп қауіптеніп отырғаны сол. Бір қайғылы жайтты тосынан естігендіктен туындаған еді. Қозыбақтың аузынан шығар сөз де осы іспеттес болмаса не қылсын дегендей күдік туындаған. Темірбектің бірден өңі бұзылып, күңіреніп, өзінің аузын бағып отырғанын байқаған Қозыбақ асықпай малдас құрып отырды да: «Екеуінің де рең бастарың сұрланып кетті ғой. Ешқандай жаманатты хабар айтпақ емеспін. Жай ғана өздеріңмен ақылдасар мәселе болып тұр» деп жөткірініп алған Қозыбақтың іш пыстырарлық күткізуі Темірбектің қытығына тигендей. Бәтиманы да әңгімеге араласуға шақырғанына қарағанда маңызды іс екендігіне шүбәсі қалмаған Темірбек үн қата қойған жоқ. Келгендегі айтпаға әкелерімен екеуі ара өткен сұхбат мазмұнын асықпай мәнермен әңгімелеп шыққан Қозыбақ енді Темірбек пен Бәтиманың пікірін білмекке сұраулы пішінмен оларға көз тастады. Суық хабар естуден құтылған Темірбек арқа басы кеңіп кәдуілгі ойнақты кейпіне түсе қалды. Көке-ай, әйтеуір тыныштық екен ғой. Ауылдан кім келсе де нендей жайсыз жаңалық айтар екен деп үрейленумен отыратын болдық. Не бәле шықса да сол ауылдан келген адамнан шығады. Әй Бәтима, бар қазанға ет сал деп өжеттене Қозыбақтың қарсылығына қарамастан қонағын дәм ауыз тигізбей қайтармайтын білдірді. Қозыбақ өз айта келген ұсынысқа Темірбектің түсініспен қарайтын сыңайын танып, іші жылып қалғандықтан үй иелерінің қазан көтерулеріне қарсылық етпеді. Ауылға асығып барғанда не бітіремін, одан да мұнымен ақылдасып алдағы істің орайын ойластырып алған жөн деп ойлады. Онымен еттің пісуін күтуіне тура келді. Ал жаңа ғана қой соямын деп қопаңдап едің ғой. Сой енді деп Қозыбақ жайласып жатып алды. Жоқ, енді қой соймаймын. Бұйырғанын ішіп жеп кетесіз. Малдың басын қашан тәтеме, ол әкесін тәте деп айтатын. 18-ге толып бұрымы жер иіскеген аруда кеп берген күні мүжисіз деп Темірбек Қозыбақтың қалжыңдай айтқанына орай орнынан қозғала қоймады. Қозыбақтың негізгі міндеті ет жеу емес, Әзіретбергеннің төсек жаңғыртуына ұлының пікірін білу болғандықтан Темірбекке: «Сонымен әкеңнің төсек жаңғыртуына қалай қарайсың?» деді. Темірбек сәл қабағын түйді де: «Тәтемнің жағдайын түсінемін, өзіңіз білесіз. Қазір ол кісі Оралбектің қолында. Күтімі жақсы. Қара шаңырақтағы келін жаман емес. Бірақ кемпірінің орны ойсырап қалды ғой. Шешеміздің о дүниелік болғанына жылдан асып қалды. Егер тәтем бас құрайым деп шешсе, сіздердің ұйғарымдарыңыз да осы төңлікте болса, менің қарсылығым жоқ» деді. «Сені сөз түсінеді ғой деп келдім. Інілерің мен қарындастарыңа мені салмай-ақ қойғаның дұрыс. Бала шағаға сөзімді өткізе алмай мәселім қайтып қалар. Мына Қозыбақ қартайғанда жеңгетайлық жасап құтырайын деген екен дегендей әжуаға ұшырап жүрермін. Жарайды, оларға өзім түсіндіремін. Сонда тәтемнің қалауы кімге түсіп тұр? Ол жағын дәл қазір нақты білмеймін. Екінші шешемізді өздеріміз іздеп таңдайық десеңдер, кім ғой дейді» деген Қозыбақ қай күнгі Әзіретбергенмен арадағы әңгімеде аты аталған әйелдерді айтпақ еді, бірақ ішіне іркіп қалды. Темірбек қарап отырмай қалжыңдағансып: «Біздің шал құтырайын деген екен. Болашақ шешеміз бізден, яғни өгей балаларынан жасы кіші болып жүрмесе жарар еді» деп Темірбек кеңкілдей күлді. Тершіген маңдайын сүлгімен сүрткіштеп жамбастап жатқан Қозыбақ: «Әкеңдікі желіккендік емес, мәжбүрлік. Бура дайын зіркілдер күшіміз болмаса да, Құдайға шүкір бүгінгі 40-қа келмей жатып бір әйелге шамасы келмей жүрген талайлардан артықпыз. Қазіргінің жастары 30 бай 40 байларды дүниеге әкеле алмай зорығып жүргенде, 80 бай 90 байлардың әкесі атанған кешегі қариялардың сарқыты мына біздерді оңай деп тұрсың ба? Жегені шөп шалам, ішкені арақ жастарда не қайыр? Бұрын бедеу әйел дегенді естуші едік, қазір газет-пазетінің белсіз еркек дегенін қаптап кеткенін біліп жүрміз» деді де арнайы топырақ салынған құтыға шырт түкіріп қойды. Түс қайта Қозыбақты шығарып салған соң Темірбек әйелмен кеңесіп, ертесіне бауырларына жолықпаққа
ауылға жүріп кетті. Оралбек ағасы Темірбек тыңдап отырды да, өз саптауыңа қарағанда бұл іске құлшынысың байқалып-ақ тұр. Апамызды қара жердің қойнына бергеніміз жылдан сәл ғана асты. Былайғы жұрт не дейді? Абыройды да ойлау керек. Тәтемнің күтіміне ол бала селкеу түсіріп немқұрайлы қарап жүр демекшісің бе? Одан да немерелерінің қызығына батып, тыныш күй кешкені артық емес пе? Не десек те әкеміздің көңіліне қарап қалауына қарсы келмейік, деп Темірбек бұған келіні ол бала не айтар деген сыңай көз тастады. Ол бала, өздеріңіз қалай ұйғарыссаңыздар, мен де соған келісемін. Әйтеуір үлкен үйдегі келін болған соң атамның күтіміне барынша мән беріп жүрмін. Қария кісінің жайына келіні салғырт қарап, соның себебінен осындай іске баруға тура келді деп жүрмесеңіздер болды деді. Бұлар сөйлесе келіп әкелерін қолдап, істі әрі қарай ойластыруды тұстастары шешер деп тоқтамға келді. Қаладағы інілері Құралбек пен көрші ауылға тұрмысқа шыққан қарындастары Айманды шақыртып, олардың да көз қарастарын білуді ұйғарысты. Әзіретбергеннің тілегі бір-екі күннің ішінде-ақ ауыл-аймаққа айна қатесі жайылып үлгерді. Біреулер, ойбай не дейсің, Әзіретберген қартайғанда құтырайын депті. Ата сақалы аузына біткенде қатын аламын деп шала бөлініп жүр екен десе, екінші біреулері қартайғанда келін мен баласына етегін аштырмайын, өз қотырын өз қасыйын дегені ғой, жетіскеннен желпілдеп жүр ғой деймісің деді. Осы іспеттес гу-гу әңгіме тыныш жатқан ауылдың түңлігін бір сілкіп өтті. Екі адамның басы қосылса әңгіменің арқауы Әзіретберген жайында болып, оның есімі жалықтырмас тақырыпқа айналды. Мұны қозғамаса ішкен астары бойларына тарамайтындай. Осындай мазмұндағы әңгіме ауанын Әзіретберген өз құлағымен естімесе де, былайғы жұрттың аузында жүргенін іштей сезеді. Қозыбақ Әзіретберген қатыспаған жиындарда ауылдастарына істің мәнін түсіндірген болды. Мұндайда ағайын туыстар Қозыбақтың алдында бас шұлғып, дұрыс екен десе былай шыға әлденені көкіп шыға келетін. Әзіретбергеннің күндегі бала-шағасымен бір дастарханның басында отыруға ұялғаннан әзер шыдап тығырыққа тірелгендей күйде өтіп жатты. Төркінінен жеткен хабар Айманның жүрегін оқтай қадалып, анасынан айырылып онсыз да қам көңіл шерменде күй кешіп жүрген оны тұқыртып тастады. Әкесіне тіке қарап, сөз салғыстырып көрмеген Айман анасының орнын өзгеге бастырмау қажеттігін айту үшін бауырларына жолуға төркініне келді. Айманның бұл келісінің мәнісін дегеннен-ақ оға қойған Әзіретберген қызының ауылдан кіріп келе жатқанын көрген бетте-ақ өзін кінәлі жандай сезініп, көзіне тура қарай алмай тайсақтай берді. Әке мен қыз аман-есендік сұрасып тұрған сәтте бұрынғыдай емен жарқын шүйіркелесіп кетпеді. Сағынысқан көңілдің әсерінен қыз әкеге еркелеп, әке қызының маңдайынан иіскеу тәрізді өздері үшін жарасымды қауышу әдеті бұл жолы қайталана қойған жоқ. Дегенмен әке ниетіне қарсы Айманның ішкі сарайындағы өре түрегелген қатқыл пікір жуасыңқырап, ол сол заматта жаны ашу сезіміне ұласқандай болды. Әкесінің баяғыдай емес, бірте-бірте шөгіп бара жатқанын, денесі еңкіш тартып кәрілік жағалауына таяп қалғанын ойлап, қыздың көкейін тескен әлгі үзілді-кесілді қарсылықты пікірлер сіреп, Айманның әлгі жайтқа қатысты өң көз қарасы қылаң беріп қалған. Төркініне дедектете сүйреп келген істің желісін бауырларымен бірге төрт көздер түгел отырғанда талқылаудың реті келе қоймайтын білген Айман, не болса да кіші ағасы Оралбек пен жеңгесіне өз көзқарасын айтудың сәтін күтіп, төргі бөлмеде жеке қалды. Темірбек өз мекенінде, ал кіші інісі Құралбектің соңғы емтихан тапсырып келуіне 2-3 күндей уақыт бар. Ішкі бұлқынысын бауырлары мен жеңгелеріне түгел ақтармақ болғанмен, екпіні басылыңқырап қалған Айман Оралбек келісімен өзінің не үшін келгенін дегеннен ақ бастап кетті. Әкелерінің тыста жүргенін пайдаланып, ағасы мен жеңгесіне ақтарыла сөйлеген Айманның әлгінде ғана жуасып қалған ішкі дүниесі қайтадан алғаш қалпына түсіп, әкесін кінәлай, көкемнің жер ортасынан ауғанда мұнысы несі, біздің көңілімізге қаяу түсірем деп ойламай ма? Деп ағасына тіке қарап, ол бала қалыс адамдай үндеген жоқ. Қайын сіңілсін қоштайын десе, атасы мен қайнағасына қайшы келетін біліп отыр. Ал оны жақтырмайын десе, қарияның күтіміне қашқандық дер деп үнсіз қалуға мәжбүр. Дегенмен пиғылының түпкі төркінде атасын жақтар ниеті жатқан еді. Бұл пейілі атасының кір қоңына басқа да жағдайына қараудан құтылып қаламын деген ойдан емес. Үлкен кісінің жай күйін шын болысымен түсінуден туындаған.
Қарындасының сұрағы өзіне бағышталып тұрғандықтан Оралбек жөткірініп алды да, мен осы әңгімені алғаш рет Темірбектен естігенде аз-кем қарсылық еткенмін. Бірақ ол қолдап, құлшынып тұрғандықтан ештеңе дей қоймадым. Біз қаншалықты өзіміздікін дұрыс деп есептесек те, бір жағынан көкеміздің көңіліне қарау бәрінен де маңызды деді. Көңіліне қарау дұрыс-ақ шығар, бірақ кеше ғана ортамыздан кеткен анамыздың орнын әлдекімге беріп қоймақпыз ба? Ең болмасқа араға 2 жыл салып барып, бұл іске ден қоюға болар еді ғой, деді Айман. Оралбек, сен отбасыңа ескертіп 2-3 күнге осында қала тұр. 1-2 күнде Құралбек келеді. Ал ертең Темірбек ауылға ат басын бұрып қалар деп отырмыз. Мен не шешемін? Әрқайсымыз әр жерден күңкілдегенше бәріміз жиналып бір тоқтамға келейік. Бүйтіп жасырынып сабырласқанша әңгімені ашық айтып көкемізбен бетпе-бет отырып сөйлесейік. Ол кісі де бізден ыңғайсызданып, кейінгі уақытта біртүрлі томаға тұйық болып кетті. Тіпті ас үйінде де еркін отырудан қалып бара жатқандай деді. Жарайды, 2-3 күнге қала тұрайын, онсыз да енеме жай-жапсарды түсіндіріп кеткенмін, деді Айман. Әзіретбергеннің кіндігінен тараған перзенттерінің барлығы араға 1 күн салып қара шаңыраққа жиналды. Ауыл-аймаққа жайылған әңгімеден хабарсыз Құралбек те соңында емтихан тапсырып келе қалған. Бұл жиылыстың мәнісін ұққан Әзіретберген сыр білдірер емес. Ортаға келіккен кедергінің туындауы салдарынан перзенттерінен шеттеп, олармен ара қатынасының алшақтап бара жатқанына өзін кінәлі санап, содан еңсесі түскендіктен Әзіретберген не болса да бетін ашып алар, сәтті тәуекел деп күтіп алмақ. Бірақ қалай дегенде де балаларының алдында барып талқыға түскісі жоқ. Кешкі ас үстінде Құралбектен басқасының бәрі баяғыда емен жарқын еркін отыра алмады. Тек ештеңеден хабар жоқ кенже ұл әкесіне еркелегенсіп, оқуының 1 жылы қалай өткендігін, не көріп не қойғанын сөз етумен болды. Әкесінің қасында төрде отырған Темірбек бауырларымен алдын ала болған келісім бойынша бүгін жиылыстың мәнісін айтпаққа оқтала берді де, кенет көкесінің көзінше бірдеңе деуге батылы жетпей, тілі күрмеліп жақ аша алмады. Бір жағынан оған көкесінің ісін талқыға салу сол сәтте әбестік болып көрінген еді. Сондықтан бауырлармен болған талқылаудың қорытындысын әкесіне оңашада айтпақ болып, ләм-мим деп қоймады. Темірбек сөз бастамағандықтан өзгелер үнсіз. Сол кезде әлгі әңгіменің басталмағаны Әзіретбергенге де, сондай-ақ Оралбек пен Айманға да жайлы тиді. Өйткені олар жеме-жемге келгенде бір-бірінен ыңғайсызданып, ұялып бұл тақырыптың қозғалмауын іштей тілеген еді. Ас ішіліп болған соң Әзіретберген бата қайырып әруақтарға және бұл дүниеден қайтқан кемпіріне бағыштап аят оқыды да, мен қозбақтықне барып әңгіме дүкен құрып келейін деп шығып кетті. Мұнысы балаларына кедергі жасамай, еркін сөйлесулеріне жағдай жасағандық еді. Әзіретберген кеткеннен кейін үй ішіндегілер қызу әңгімеге кірісіп кетті. Жаны нәзік Айман, мен бұл үйден кеткен адаммын. Сонда да өзімді шыққан жерімнен бөліп қарай алмаймын. Көкеме айтып райынан қайттарыңыздар. Апамның құлағын шулатпай көрінде тыныш жатқызайық деді. Ағаларына алма кезек қарап, көкесінің төсек жаңғыртамын деген енді естіген Құралбек 2 ағасына кезек көз тастап, бұл қалай? Жоқ, бұлай болу мүмкін емес. Апамыздан айырылып, әлі көзіміздің жасы кеппей жүргенде өзгені босағадан аттатып, өгей шешемнен қайғымыздың орнын толтырмақпыз ба деп шыж-быж болды. Сендер қызбалыққа салынбаңдар. Мына Оралбек те басында қиқаңдап, бірақ кейіннен райынан қайтты. Ал сен екеуің ат үсті бір жақты ғана ойлап отырсыңдар. Мен көкеме жетіскеннен келісім берген жоқпын. Иә, апамның орнын ешкім толтыра алмайды. Қазаның қайғысы төс табандатпай мені айналып өтті деймісіңдер. Сендердің қарсылықтарың жөнсіз. Тірі адам тіршілігін қамдар болар десек, жаушайға жарамастай қайта ризашылығымды беріп, жаны да тәні де еңкіш тартқан көкемізді кәрі қойдың жасындай ғұмыр қалғанда қолтығынан демей білейік деп, Темірбек бауырларының екпінін баса сөйледі. Оралбек, сен мені тете өскендіктен Оралбек Темірбекке сен деп айта бермейтін. Жаңа кейіннен ләмем деп қоймады дедің. Мен не деймін? Бәрін сен көкем қозбақ көкешен шешіп қойыпсыңдар ғой. Шын мәнінде мен бұл іске араласқым келмейді. Үлкен үйде мен қалдым. Демек көкеміз бас құрар болса, өгей шеше менің қолымда тұрмақ. Одан арғысына өзгелердің қатыстарың шамалы. Қысқасы үлкендердің ұйғарына мойынсұнайық. Сөйтіп шеше таңдайық деді. Сіз қалайша бұл іске араласқыңыз келмейді? Қызық екен.
Өгей шешемен бір шаңырақтың астында тұратын болғандықтан, қайта нағыз бас қатыратын сізсіз ғой, деді Айман. Оралбек үнсіз қалды. Кіші ағасының әлі дүдамал күйде жүргенін аңғарған Құралбек оны Темірбекке қарсы қою үшін: Оралбек аға, отбасы болғандықтан ұрыс-керіс тәрізді келеңсіздік болмай тұрмайды. Көкемнің көңіліне қараймыз деп ертеңгі күні ол кісіні екі оттың ортасына итеріп, тығырыққа тіреп қоймаймыз ба, деді Оралбек. Шында қыңыр қылығы сойдиған шипау мінезді жан болсақ етпекпіз. Қарындасы мен інілердің басымдыққа ие болып бара жатқандықтан оларға тоқтау салмақ ниетте Темірбек: иә, алдағы уақытта не боларын ойлағанда жөн. Бірақ не десеңдер де, менің бір білерім, кәрі қойдың жасындай ғұмырға алған көкемнің көңілін шықпау. Айтпақшы, жаман айтпай жақсы жоқ. Әкеміз олай-бұлай болып кетсе, соңында қалған сормаңдайлы әлгі болашақ өгей шешеміз қайда қалмақ? Біздің үйге сіңісіп үйренісіп кетуі қиын. Бұл жағында қаперге алған дұрыс. Бұл жайтқа қатысты ешкім пікір айта қоймады. Кенет Құралбек: егер көкеміз кішкентайлы болса ше, деп балалыққа салына төтесінен қойып қалды. Бұл сөз алма-кезек жауаптасып отырған бауырларды сәлде болса жымыңдатып, үй ішіне жылы леп әкелгендей болды. Бәрі де қысылыңқырап, жүздерін төмен салды. Темірбек: көкемнен қалған мал-мүлікке ортақтасатын мұрагер шығып қалама деп қорқып тұрсың ба, деді інісіне күле сөйлеп. Олар ду күлді. Осымен бұл әңгімеге нүкте қоялық. Негізгі шешімді үлкендер жағының еншісіне қалдырайық, деді. Айманның әлгінде ғана бет жүзіне ойнап шыққан жымиысы сап тыйылып: мен не десеңіздер де қарсымын. Апамның орнында әлдекімнің жүргені ішкі жарамды одан сайын тырнай түсетіндей, деп көзіне жас алды. Қарындасының жасаураған көзінен анасына деген сарғайған сағынышын аңғарған Темірбек әңгіме желісін көп соза бермей, осы да жетер дегендей үнсіз қалды. Ертесіне кешегі әңгіме барысын әкесіне бұрмалаңқырап, оның жүрегіне жылылық ұялата баяндап берген Темірбек іле Қозыбақтікіне жолықты. Қозыбақ көздеп жүрген басы бос екі ұзын етектің жай жапсарынан Темірбекті хабардар етті. Ал Айман әкесіне айтпақ арман мұңын қазақ қызының ибалы ұяң мінезінің себебінен айта алмай, шарасыздық таныта үйіне қайтты. Құралбек болса ағаларынан аса алмай, балаң көңіліндегі дітіне тұсау салғанына мазасыздана да іштей көкесінің бұл іске мәжбүрліктен барып отырған үнсіз мойындағандай. Темірбек әкесіне серік таңдауды үлкендердің еншісіне қалдырды. Қозыбақ тұстастарын кеңесуге шақырып көріп еді, олардың айтқандарын Әзіретберген жарата қоймады. Бұлайғы қатарларынан қайран болмаған соң, Қозыбақ пен Әзіретберген өздерінше жол іздеді. Олай ойласа келе, 3-4 ұзын етектіге табан тіреді. Енді тек соларға жолығып, тіл тартып мәмілеге келу керек. Нала құрылған жоспар бойынша Қозыбақ жолға шықты. Мұндағы мақсат Әзіретбергенге серік іздеу. Алғашқыда екеуі бірге шықпақ болған. Бірақ Әзіретберген біреу маған қызын дайындап отырмаған шығар, салып ұрып жетіп барғаным жөнсіз болар деп райдан қайтқан. Құрдасының мұнысын жөн көрген Қозыбақ: жарайды, сізді әурелемеймін. Ал мен жолығуды дұрыс деп тапқан жандардың тамырын басып қайтайын. Көп жүрмеспін. Ары кетсе, 1-2 күнде оралармын деген. Қозыбақ сапарлап кеткелі Әзіретбергеннің дегбірі қашумен болды. Оралбек жұмысына ерте кетіп кеш келгендіктен әкесінің бойындағы өзгерістерді аңғара қоймады. Құралбек пен жеңгесі қарияның кешеден бері тыным таппай жолға қарайлаумен, әлденені асыға күтумен, бір нәрсенің байыбына бара алмай күйгелектеп жүргенін аңғармағансыды. Кенже ұлмен еркін сөйлесетін Әзіретберген одан қашқақтап, ал Құралбек жоламай әуре. Тек сыр білдірмей жүрген келіні ол бала: ата шай ішіңіз, ата кешкі асқа кіріңіз, ата теледида көріңіз, жаңалықтар беріліп жатыр деген. Бұрыннан келе жатқан үрдісті пейілінен жаңыла қойған жоқ. Ол баланың бұл әдеттегісі Әзіретбергенге жасандылық, сыр білдірмеу үшін қолынан келген жасағандық деп түйіледі. Қозыбақ ауылына келгенде автобустан түсіп қалды. Жіпсіге маңдайын қалта орамалмен сүртіп, тақиясын оңдап киді де, аз кем тұрып, осы ауылдағы құдасы үлкен ұлының қайнаса Кентайдың үйіне қарай аяңдады. Кентай үйінде екен. Мән жайды оңашада сөз етіскен екі құда кештетіп Нұрғабылдікіне баруды ұйғастырды. Кентай Нұрғабылмен аталас, демек Қозыбаққа да бөтен емес. Оған қоса жастарды шамалас, өлім-жітім, той-томалақтарда жолығысқанда сәлемдер түзу. Бұлар аулаға енгенде Нұрғабыл есік алдында насыбай түйіп отыр екен. Ол құдаларын көріп асайым сүйін жинаған сыды да орнынан тұрып қарсы жүрді.
Тұғырынан тұя қоймаған Нұрғабыл шапшаң қимылдап, кемпіріне дауыстап қонақ келгеннен белгі берді. Өзі бұларды бастап үйге кіргізді. Мұнтаздай таза әрі жинақы үй ішінен пысық келін мен белі бүгіле қоймаған кемпірдің қолтаңбасы анық аңғарылып тұр. Бұлардың үстіне Нұрғабылдың қарындасы Гүлшара кіріп, аман есендік сұрасып келе жатқанда, Қозбақтың іші қылп ете қалды да, бойын тез жинап алды. Жеңгесінің тұсын ала бере жайғасқан Гүлшараға қараған Қозбақ, оған Әзіретбергеннің көңілі сөзсі толатынына күмәнданбады. Елуді еңгерсе де, бетінің әр таймағаны жазық маңдайы, дөңгелек жүзі толықша келген денесі Қозбақты тамсантып тастады. Нұрғабылдың кемпірмен Гүлшара аз дем отырған соң бөлмеден шығып кетті. Қазақта үйіне келген кісіге кім болса да, неге келдің деп сұрамайды. Шаруасына ә дегеннен айтамы, жата жастана қозғайма, ол қонақтың өзіне байланысты. Нұрғабыл бұл екеуінің келісінде бір сыр бар екенін әу бастан-ақ сезсе де, ештеңе дей қоймады. Әрнені сөз еткен үшеуі ендігі кезекте негізгі шаруаға көшкенді жөн санағандай аз кем үнсіз қалды. Нұреке үйде тыныштық қана жатса, мына Қозыкең келіп бір әңгіменің ұшын шығарғаны. Өзім де сасып қалдым деп өзінің қозғалғалы отырған әңгімеден бұдан кейін де хабарсыз болғанын білдіре сөйледі. Ендігі сөзді Қозыкеңе берейін, ішіндегісін ақтарсын. Қозбақ, Нұреке, сізге арнайы келіп отырмын. Мендік қолға қаншалықты әдепке сай келерін дөп басып айта алмаймын. Өзіңізден бөтен еместігіңізді ескеріп көкемдегіні бүкпеймін. Кәрілікке жеңіліп осы күнге дейін жиған терген ақылың шашырап, алжуға қадам басса ол да тіршіліктің заңдылық шығар. Менің айтпағымды жөн десеңіз де, алжығанды десеңіз де өз еркіңіз. Менімен қатарлас ағайыным Әзіретбергенді білесіз. Былтыр кемпір өлгенде жаназаға қатыстыңыз. Сол Әзіретбергеннің әлі де тұғырдан тайған жоқпын, бас құрасам деген пиғылы бар. Мәймүңкелемей турасына көшсем, сіздің қарындасыңыз Гүлшара келісім берсе, оны ендігі қалған өмірінде серік етпек ниетте. Келісінің мәнісі осы деп тоқтады. Нұрғабыл қозғалақтап, бұйымтайды айтудың сөкеттігі жоқ. Қарындасым отбасын құрмады. Қазір жер ортасына тақап қалды. Оған дейін де сөз салғандар аз болған жоқ. Енді сіздерге оңды жауап бере қояр деп ойламаймын. Мені несін ортаға қыстырасыңдар? Жас емес өз шешеді, деді Нұрғабыл. Жанарын Қозбаққа қадап, дұрысы жеңгесі арқылы сөйлесіңдер, өздерің келісіңдер. Оған бұған дейін де сөз салғандар жетіп артылды. Бұл бәрінің де меселін қайтарды. Әйелі өлген немесе ажырасқан қол қалаушылардың бетін қайтарғанына өкінбейді де. Өйткені өзгенің бала-шағасына өгей шеше болғанша, туған ағасының балаларын бауырына басқанды артық көрді. Осының бәрін іштей түйсінетін Нұрғабыл кісі салушылардың әрекеті бос әуре екендігін білсе де ештеңе демейтін. Егер қарындасын тұрмыс құруға үгіттесе, менен құта алмай жүр екен деп ойлар дейтін. Ал сөз салушыларды өз алдынан кері қайтарса, Нұрғабыл қарындасының бағын байлап, аяғына тұсау салып отыр дегендей, жұрт сөзіне ілгетін біліп, бұл түйінді қалай шешерін Гүлшараның өз құзырына қалдыратын. Ал Гүлшараның кімге де болса айтар жауабы Нұрғабылға түсінікті. Қозбақ кешкі автобуспен қайтып кетті. Гүлшараның қимыл қозғалысы, жүріс-тұрысы жол бойы қарияның көз алдына қайта-қайта келе берді. Ибалы дене бітімі, келісі елуге келсе де кім-кімді де бір қаратпай қоймайтын реңі, бірақ бала сүю қызығынан қағылып, өз алдына түтін түтете алмай, ғұмыр кешіп жатқан әйелге аяушылық оянған Қозбақ терең күрсінді. Үміт от сөне берген соң Әзіретберген райынан қайтқысы келген. Мұнысын Қозбаққа жеткізіп көріп еді, ол әзекке жұрттың бәрі құлағдар естіп қойған. Енді кері шегінбелік, қалайда біреуді табамыз деп көнбеді. Әзіретберген, Қозыке, өзіңізді де көп әуреледім. Осы да жетер деп қарсыласып бақты. Дегенмен екеуі ара кеңесе келіп, тағы да бір рет бақсынап көрейік десті. Қозбақ ауылына жол тартты. Мұнда да Қозбақтың таныс тамыры аз емес. Екі ауылдың арасы айдамал демесең автобуспен бір күн ары, бір күн бері жол. Қозбақтың бұл жерде түп нағашылары бар. Өзінен жас үлкен түп нағашысы Сейіт жиеншарының келісінің мәнін ұққаннан кейін оңашада әзілге жеңдіре, бәсе, көптен бері атызын салмай кеткен жиеншарым арнайы келген екен десем, қыз іздеп жүр екен ғой деп күле сөйледі. Үйіңе барғанда Әзіретбергенмен табақтас болып едім. Бұлай жаман кісі емес. Менің жиеншарым жаманды жанына жолатпайды ғой. Мұнда жалғызілікті әйел тұратын кімнен естідіңдер? Елші ғой. Жігітшілік құрып жүргеніне қарағанда бір өзен арнасынан аунатуға әлі қауқарың жетеді-ау деп Сейіт әзілдей. Сейтеке қай бір қуат қалды дейсіз.
Ағайындықты танытудың әрекеті ғой, деді Қозыбақ. Сейіт Қозыбақты қолға салынбақ, жесір әйелдің өмірінен хабардар етті. Сенің жоқпақ адамың аты Нұрғайша, бізбен рулас, жас елуге ілінгіреген болу керек. Сейіттің кемпірі Күләй көп ұзамай Нұрғайшаның кештетіп осында келетінін, әңгімелесетінін жеткізді. Кеш түсе Нұрғайша үйге кіргенде Сейіт, Күләй, Қозыбақ үшеуі төргі бөлмеде отырған. Тақырып әжептәуір талданғанымен Нұрғайша тарапынан нақты шешім айтылмады. Ол 2 аптадай мұрсат сұрап қабырғасымен кеңеспек болды. Жауабын Күләй арқылы айтпақ. Қозыбақ ертесіне түс қайта ауылына қайтып кетті. Арты қалай шешілетіні әзірге белгісіз. Бірақ үміт бар. Нұрғайшаның жасы мұлғайып келеді. Қызымда бой жетіп, бола өсіп келеді. Ертең тұрмысқа шыға қалса барған жеріне мені өзімнен бірге қалай алып барады. Болашақ күйеу бала қызымның дегеніне көніп, мені қолымда тұрады деп сенімен айта алмаймын. Күшік күйеулікке көне қоймас. 4 қабырға қамалып, жалғыз қалудан артық азап бар ма? Бел бүгіліп, еңсе еңкіш тартқанда жаныңа демеу болар. Мұңыңды бөлісер біреудің қажеттігі күн өткен сайын айқындалып келеді. Деп күрсінуі Қозыбақтың әзірге Әзіретбергенге жеткізер жалғыз ғана жылы хабары. Сол жылы қыстың алғашқы айында Әзіретберген Нұрғайшаны көшіріп алды. Өгей шешесі бұлардың табалдырығын аттаған күні әкесінің қуанышты реңін, бойындағы құлшыныс табын, жай күндері біліне бермейтін, басқа да жағымды құбылыстардың қылаң беруін Темірбек жазбай таныған. Нұрғайшаның өз табалдырығын аттауы құрметіне арналған жиында Әзіретберген қанша жерден өзін сабырлы ұстап, әлгі өзгерістерді сыртқа білдірмейін десе де, онысын тұстастары анық аңғарды. Бірді-екілі қатарлы Әзіретбергеннің бойындағы серпілісті сезгендіктен шығар бота қалжыңмен оны шымшылап алуды да ұмытпаған. Темірбек Қозыбақтың кемпіріне, әкесі мен өгей шешесіне төсек орынды оңаша жайлы етіп салып беруді жеңгелері ақшыл жеткізді. Қозыбақтың кемпірі Жамал ымырт үйірле өзіне жүктелген міндетті орындап, Әзіретберген мен жас келінге белгі берді. Түн ортасында оянып кеткен Темірбек көрші бөлмедегі әкесінің ақыла бүхілегенін, қимыл қозғалыс сыбдырын құлағы шалды да, жүзі шыдамай, аяғының дыбысын сездірместен тысқа шығып кетті. Осы сәттер Темірбектің көкейінде жүрген жұмбақтың шешімін тауып бергендей. Бөтен ортаға бейтаныс отбасынан Нұрғайша жатырқай енгенмен келе-келе қалыптасып, бұрыннан осы үйдің бір мүшесіндей сіңісіп кетті. Оралбектің мектеп жасындағы ұл қыздары Нұрғайша апаларының соңынан еріп келген өгей әпкелеріне бауыр басып, бір-біріне іш тартып, жатсына қойған жоқ. Нұрғайша жүкті болып бүкіл ауылды дүрліктірді. Кімнен екен деп күдікпен қарағандар жетіп артылды. Кімнен болушы еді? Әзекең қай жігіттен кемет деп жауап қатқандар да табылды. Алғашында ыңғайсызданып, белін шарт буып жүрген Нұрғайша нәрестенің іште еркін өсу үшін бел буын доғарған. Ол алғашқыда келіні ұл бала мен қолдағы бала Оралбектен қатты қысылды. Олар түсінер деп өзін алдасырады да. Уақыты келіп, Құралбектен аумай қалған нәресте дүниегін есігін ашты. Әзекеңнің отбасы бір шабылып шілдехана өткерді. Егер Әзекең олай-бұлай болып кетсе, Нұрғайшаның күні нешік деп жиі ойлайтын Қозыбақ, Темірбек секілді жанашыларға бұл қуаныш ерекше әсер етті. Ортада дәнекер бар. Бұл дәнекер бөтен емес. Шешесі бөлек болса да, осы үйдің өсіп өнген перзенттерінің бауыры. Ортада дәнекер болғанда іштей Құдайдан мың мәрте тілейтін Нұрғайша үшін бұл шексіз көл көсір қуаныш. Жаратқанның пендесіне зарықтыра, ақыры жарылқап бере салған бақыт еді. Өзі дүниеден оза кетсе, бас құрасқан қосағының кейінгі тағдыры қалай болатынына бас қатырып жүрген Әзіретберген Нұрғайшаның құрсақ көтергенін білгенде жүрегі жарылардай қуанған. Содан бастап оның бар арман ниеті нәрестенің аман есен дүниеге келу еді. Міне сол діті орындалды. Жарасымды отбасы араға 2 жыл салып, Әзіретбергенді бақилыққа шығарып салды. Жүрек бірден бүлкілікті қимылын тоқтатқан. Жүрек дегеннің ашу қатты ғой. Қаһарына мінсе, ал ендеше деп кенеттен тоқтай салады. 60-тың 9-ына шыққан қария түгілі, 30-ында қолында орағын енді алып, 40-тың қырқасында қырман тартамын деп сайланып жүрген жігіт ағалар да жүректің зобалаңнан бірден кетіп жатады емес пе? Оралбектің қолында қалған Нұрғайшаның ендігі тағдыры кезінде араға түскен Қозыбақты мықтап ойландырды. Сондықтан да Қозыбақ Әзіретбергеннің перзенттеріне, өгей шешесіне бірде-бір рет қырын қарамауды тапсырды. Мұны әке алдындағы парыз екендігін қатаң ескертті. Ауылда өскен ауыл баласына тән ибалы мол Оралбек
Өгей шешесіне әкесінің тірі кезінде көрсеткен құрметін үдетпесе бәсеңдеткен жоқ. Әрине шалының өгейіп қалған орнын Нұрғайшаны езіп тастады. Кейде бәрін қойып төркініне тартып кеткісі де келетін. Бірақ Оралбектің рұқсат бермейтін, Темірбектің жолын кесетінін жақсы білетін Нұрғайша Әзіретбергеннің орнында күнін өткізе берді. Осы әлетте өз алдына бөлек шыққысы келетінін бір реті келгенде Қозыбаққа сездірген. Бірақ Нұрғайшаның бұл әрекетін ол қолдай қоймаған. Өгейлікті сездірмеуге тырысқанымен бәрі де көкірек қуысында сайрап тұратын қайтерсің. Шешесі бөлек, әкесі бір кішкентай нәресте ғана, арадағы қалт-құлт еткен көпірді тіреп, жасанды сыйластықты шынайы қарым-қатынасқа ұштастырып тұрғандай. Ең бастысы, бетін мұз көмкеріп, құмға ағып жатқан өзен тіршілікке сәулесін төгіп, үміт сыйлайтындай. Сол жылы Темірбек өгей шешесінен туған бауырымен қатар өссін деп, өзінің 3 жасар кенже ұлын Нұрғайшаның бауырына салып берді. Әңгіменің соңы.